Koya geçsin öyle kurayı büyüsüyse oldu. Жайық уақыттарда талағанда бұл құрақ шөптерді өрттеп өлгілі. Ол шіреккен өйді қойғылы. Ошо бойынша. Бұларды алып қойғылы. Оқып өзімізді өтеседі. Балдарды жалтыр бар. Обыграть сайып бар жизнь. Ішта сарып қойғаны қатып көтіп қойшаны. Керек сәтті оны барып тұрады бар. Сонда отырып тұрды. Ошо уақытта әйін болып тұрды. Балдар бір шейкен ана бар жей. Обыграть жауышып қалады. Ошоны случайлар көп болады. Ошо балдарға ескертіп өйгілі. Морлар тазаланып қойылды. Электричество, обогреватель, Обогреватель жоқ, отыр жоқ. только өмір жақсы. Печь неме сыртта. Топ қойшы. Сыртында. Соғымшақ болса печканы Ұзат. өмірме пока морларды тасып прямо. Жақсы. Актеон жайгашкан аймакта ошо турак жай боюнча эң биринчи турак жай маселесинде ошо кыш мезгили келгенине байланыштуу түшүндүрүштөр жүрүп атат. Айрыкча бул Октябрь районунун туура жайгашкан жаңы конуштарда анткени кыш мезгилинде жарандар көбүнчөсү шатот меш менен колдонушат. Ошондой эле жана колго салган электр жылыткычтар менен колдонушат. Ошону алдын алуу максатында Октябрьнын кызматкерлери тарабынан өрттү алдын алуу кызматкерлери тарабынан өчүрүү иш-чаралар жүрүп атат. Ошонун бирге эле баракчалар таратылып, өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча мештерди жайында убагында тазаладыбы, ошол боюнча түшүндүрүштөр жүрдү.